Сәлем достар, бүгінгі біздің видео пеня тақырыбының жалғасы болмақ. Өткенде менің каналымда пеняны қалай анықтаймыз деген видео шыққан. Ол видеоның астында көптеген сұрақтар келіпті комментарийға. Мен ол сұрақтардың кейбіреуіне жауап беріп, соңғы уақытта қолым тимей комментарийларға жауап жазбай кеттім. Бірақ оның бары кейін қайтадан жауап жазып қолға аламын. Видеомда да алдыңғы уақытта көп түсіретін боламын. Ал бүгінге біз пеняны қалай төлейміз деген тақырыпқа видео түсіреміз. Пеня деген өткендегі видео сабақтан білгендеріңіздей сіздің қарызыңыз, яғни өткендегі видеода пенсионка, соцотчисление және медстраховка бойынша пеняны көрсеткен болатын кабинеттен. Енді бүгін сол пеняларды қалай төлейтініміз жайлы түсіремін. Бұл жерде салық, мысалы сіздер подоходный не болмаса социальный налог бойынша пеняны төлеуде емес, именно пенсионка, медстраховка және соцотчисление бойынша пеня жүргенде қалай төлейміз. Яғни әлеуметтік төлемдер, сіздер ай сайын төлейтін әлеуметтік төлемдеріңізді кешіктіріп төлеген кезде сіздерде пеня пайда болады және оны Каспий KZ арқылы қалай төлейміз деген сұраққа жауап бергім келеді. Ең бірінші Каспий KZ приложениесіне кіресіздер, оның ішінде платежыға өтесіздер, өздеріңіздің пин-кодтарыңызбен кіресіздер. Все дегенді басасыз. Штрафы и налогиға кіресіз. Астыңғы жағында платежи для ИП бар. Соған кіресіз. Енді бұл жерде бізде ай сайын төлейтін пенсионканы, соцотчислениені, медстраховканы қалай кіреміз? Тура сол сияқты, тек қана бұл жерде вид платежа өзгеріп отырады. Енді ең бірінші пенсионный взносты, обязательный пенсионный взносы дегенге кіреміз. Бұл жерде КНП 0,10 деп тұр, обязательный пенсионный взносы. Енді жанындағы стрелканы басамыз. Яғни біз пенсионка бойынша қарыз болған кезде, пеня болғанда қалай төлейміз? Пеня деген таңдаймыз. Пеня за несвоевременное перечисление обязательных пенсионных взносов. КНП 0,19. Осыны таңдаймыз. Период оплаты. Сіз мысалы бүгін сентябрьде төлеп отырсаңыз, бірақ сізде пеня алдыңғы айлар үшін есептелінді ғой, бірақ сіз мысалы бүгін төлеп отырсаңыз сентябрь деп таңдай беруіңізге болады. Так, сентябрь. Енді ин плательщика, ин работника деген жерлер. Бұл жерде мен видеода ИП-ның өзі үшін безработника деп көрсетемін. Яғни бұл жерде екі жерге де сіз өз иініңізді тересіз. Ал егер сіздерде жаңа работник болса, бұл жерде работникті теру керек та. Работниктің иінін. Бірақ ИП-ның иесі болсаңыз, екі жерге де өз иініңізді жазасыз. Енді сумма деген жерге сіздерде қанша теңге пеня болды? Мысалы, сіздерде 35 теңге 75 тиын болу мүмкін, оны округлять етіп 36 теңге дейміз. Бірақ бізде Каспий 36 теңге дегендерді қабылдамайды, сіздер білесіздер. Ол 100 теңгеден артық қана қабылдайды, сондықтан 100 теңге деп көрсетесіз. К оплате 100 теңге. Басасыз. Мына жерде мен өзімнің иінімді термей қояйын. К оплате 100 теңге деп басасыз, оплатить деп басасыз. Болды. Содан кейін назад өтесіз қайтадан. Енді бағанағындай платежыға кіресіз. Платежи. Все. Штрафы и налоги. Платежи для ИП. Енді соцотчисление бойынша пеня. Социальное отчисление дегенге кіресіз екіншісіне. Выберите тип платежа деп тұр сізде уже. Таңдайсыз. Пеня за несвоевременное перечисление социальных отчислений. КНП 0,17. Осыны таңдайсыз. Период оплаты тоже, мысалы, сіз сентябрь төлеп отырсыз, сентябрьді таңдайсыз. Ин плательщика, ин работника деген жерлер обязательно болғандықтан, сіздің өзіңіздің ИП-іңіз болғандықтан өзіңіздің иініңізді жазасыз екі жерге. Сумма. Тоже, мысалы, сіздерде 70 теңге болса, 70 теңге пеня болса, 70 деп
жазуға болады, бірақ Каспий сізде 70 теңге қабылдамайды, 100 теңге қабылдайды, 100 теңгеден артық қана. Сондықтан 100 теңге дейсізде к оплате деп басасыз, сосын оплатить деп басасыз, болды. Социальное отчисление бойынша пеняны төледік. Енді медстраховка бойынша қалай төлейміз? Тағы жаңағындай платежыға кіреміз. Все, штрафы и налоги, платежи для ИП. Енді бұл жерде сіздер медстраховканың өзін взносы деп төлеп жүрдіңіздер, бұрында. Негізі медстраховканың взносы на обязательное социальное медицинское страхование деп осында кіріп жүрдіңіз. Бірақ пеняны сіз бұл жерден емес, мына үшіншісіне кіріп төлейсіз. Отчисление дегенге кіріп төлейсіз. Осыны басасыз. Енді мына жерде стрелочканы басасыз, яғни вид платежа таңдайсыз. Осының ішінде сізде ең соңғысы пеня за несвоевременное перечисление взносов на ОСМС деп тұр. КНП 124. Осын таңдайсыз. Период оплаты, мысалы, бүгін төлеп жатырсыз, сіз сентябрь. Иін плательщика, иін работника деген жерге өзіңіздің ипіңіздің иінін, яғни өзіңіздің иініңізді жазасыз. Сосын сумма. Тоже жаңағыдай, мысалы, 40 теңге пеня болса, 40 теңге деп сізге Каспий қабылдамайды, сондықтан сіз 100 теңге деп жазасыз. К оплате 100 теңге дегенді басасыз, сосын оплатить деп басасыз, болды. Бұл жерде неге 100 теңгеден? Себебі Каспий бізде 100 теңгеден артық қана қабылдайды, ақшаны. Бірақ сіз жаңағындай 35 теңге, 70 теңге, 40 теңге пеняларды солай 35 теңге қылып төлеймін десеңіз, сонда сіз почтадан солай барып төлеуіңізге болады. Ол жерде 35 теңге, 70 теңге дегендерді қабылдайды. Ал егер сіз Каспийдан төлесеңіз, сонда 100 теңге деп жібересіз. Осымен видео түсінікті болды деген ойдамын. Видео ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Және сіздер өткен сабақтан білесіздер. Егер сіз өткен сабақты көрмеген болсаңыз, пеня тақырыбын көрмеген болсаңыз, айта кетейін, пеня ол сіздердің жаңағы әлеуметтік төлемдерді, не болмаса жаңағындай налогтарыңызды кешіктіріп төлеген кезде сол уақытта сіздерде пеня есептелінеді. Пеня жүріп кетеді уже. Сондықтан әрбір әлеуметтік төлемдеріңізді ай сайын уақытылы төлеп отырыңыздар. Жаңағындай қарыздарыңыз болмасын, қарыздарыңызды да уақытылы төлеп отырыңыздар.